Таңғы саат 6. Құдай бұйырса біз Қазақстанға Казагро деген лабораторияға Қырғызстанның топырақтарын анализге алып бартабыз. Шекарадан топырақ өткөн. Эми біз артынан барып бұйырса жақсы жеңдікпенен қайтып келебиз. Кечеки чогулган анализдер көлдүк бир туугандар көп салып ишкен. Жақта Адилет байке төлөгөн Ақтілек жана мен болуп аз буюрса аманатыңарды аткарып ар биринин бланкаларын, документтерин толтуруп өткөрүп таштап коебуз. Анан WhatsApp номерлериңерге жыйынтыгы бармакчы. Саламатсызбы? Бүгін біз Қырғызстандан бері сіздерге ошол биздин ММА ассоциациябыздын дыйкандарынын топурагын жана сууларын анализге тапшырганды келдик. Анан сиздердин компания тууралуу Кыргызстанда көп маалымат биле беришпейт. Ошол себептен бир жалпы маалымат бере кетсеңиздер, эмне үчүн азыркы учурда сиздердин лаборатория алдыңкы деп эсептелинет? ТО Косагрокоммерс лабораториясы химиялық анализ топырақтың және судың анализдерін жасаймыз. Біз лаборатория болып, мінекей 9-10 жыл жұмыс жасап жатырмыз. Біздің жалпы Косагрокоммерс компаниясы минералды тыңайтқыштар өндіреді және соларды сатамыз. Лаборатория является как бы инструментом продаж наших минеральных удобрений. То есть бізге мысалы клиент келеді, ол клиент анализге топырақ немесе су өткізеді. Содан кейін біз анализдің протоколын береміз. Протоколда мысалы жасаған, мысалы топырақта фосфор немесе калий анықтаған элементтеріміздің көп немесе аз екендігін көрсетеміз. Содан кейін протоколда ары қарай агрономдарға береміз. Агрономдарымыз рекомендация жасап, по результатам анализа почвы сіздерге не береді? Дұрыс минералды тыңайтқыштарды дұрыс қолданудың қай уақытта қолдану керек екенінде мәліметтер береді. Қанша көрсеткіш элемент бойынша? Так, элементтеріміздің саны 17-18 элемент анықтаймыз. Ол макро, микро, мезо элементтер. Анан бул алдыңкы технология деп атпайсыз ба? Алдыңкы лаборатория деп. Бул кайсыл жактан алдыргансыздар? Анан эмне үчүн дейм да? Мен лабораторияны айта алам. Биздин лаборатория өте казыркы заманга үлкен технологиялык ачылыш оборудованияларды пайдаланамыз. Бизде атомно абсорбционный спектрометр бар. Оның көрсеткіштері өте жоғарғы сапалы көрсеткіштер көрсетеді. Атомно абсорбционный спектрометрда біз 70-ке дейін элементтер, металдар анықтауға мүмкіндігіміз бар. Және де мінекей осы бір ай бұрын біз капиллярный электрофорез деген тағы да оборудование сатып алдық. Бұл оборудованияда қазір бізде мүмкіндік болады тек қана су немесе топырақ емес, өсімдіктердің жаңағы жемістерін, мысалы картоп, алма жасауға мүмкіндігіміз болады. Және де мүмкіндігіміз қазір біздің болады минералды тыңайтқыштардың тағы элементтерді анықтауға. То есть әр жыл сайын біз өсіп келе жатырмыз. Ассоциациябыздын мүчөлөрү биргеликте топурактын жана суунун анализдерин таштап атабыз. Бул жакта азыр биз 38 түрлүү адамдын суусу, анан 50 түрлүү адамдын топурагын алып келип турабыз. Көбүнчө ысык көл, талас, чүй, анан ошол 3 аймактан беришти. Карасаңыздар, биз азыр мунун ар бирине жазып чыктык. Кийимин кандай алып келген, мына ушундай маалыматтарды толтуруп, каяктан келген, кандай маалымат чыгат, качан топурак алынган, анан кандай результаттар чыгат, бул жакта көргөзүлүп турат. Бир аз катачылыктар бар экен, сууну топуракта алгандан депчи, ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Жаныңызда мисалы суу турат, бул жакта кандай алып келиш керек, кандай алыш керек, анан кандай маалыматтар жазылыш керек айтып берсеңиз. Суу жибергендериңизде міндетті түрде суды
жаңағы кока-кола лимонадтың бутылкаларына құюға болмайды. Себебі өте таза, ыдысыңыз өте таза болу керек. Содан кейін желательно, чтобы стеклянный шыны ыдыс болу керек. Содан кейін суды толдырғанда бетіне дейін толдырасыздар, ауа қалмауы керек. Мінекей бетіне дейін толдырасыздар, жабасыздар. И содан кейін қай күн алдыңыздар, желательно сол күні бізге лабораторияға жібергендеріңіз дұрыс болады. Негізде қанша күн рұқсат беріледі? Рұқсат берілгенде кейбір нелер бар, мысалы водородный показатель pH деген бар, оларды бір тезірек өлшеген дұрысырақ болады. 1-2 күндекі демек, Одан да аз болу керек. Мысалы, бүгін алдыңыздар ма, бүгін жібергендеріңіз дұрыс. Қырғызстаннан мысалы 5-6 сағат қой, иә? Мінекей жоқ, Алматыдан, Бишкектен Алматыға чейін 3 сағат. 3 сағат, мінекей ол тамаша. Бірде 6-7 сағаттың ішінде жеткізсеңіздер, вообще тамаша болушы еді. Содан кейін, егерде мысалы 5-3 сағат, 4 сағаттың ішінде жеткізе алмайтын болсаңыздар, онда мінекей мынау сияқты қара пакетке орағандарыңыз дұрыс, жаңағы шыныға салған ыдыстарыңызды бетіне дейін толдырасыздар. Содан кейін мәлімет болу керек, сіздің аты жөніңіз немесе компанияңыздың аты жөні, қашан, қай уақытта сіз суды алдыңыз, содан кейін қандай толық анализге ме, және кейбір өздеріңіз білесіздер, кейбір көрсеткіштерді мысалы жеке таңдап алуларыңызға болады. Жақсы, сонын топырақ бойынша да айта кетсеңіз, топырақты қанша жерден алыш керек, мұндай маълымат бар да сіздерде? Топырақты бұлай біз топырақ алуда қанша жерден алу керек екенін агрономдарға сенім білдіреміз. Әр хозяйствоның өзінің агрономы болады. Мысалы, міндетті түрде, мысалы, 1 гектар жер болсын, жарты гектар жер болсын, 1-2 жерден ғана алуға болмайды. Одан по диагонали, мынандай диагональмен 2 қатармен жүресіз. Қай жерден болмасын, 20-дан кем емес сантиметр не алуларыңыз керек. Отбор проб должно быть 20 жерден. Содан кейін соның бәрін араластырасыз. Сол араласқан пробадан 300-400 грамм анализге жіберулеріңіз керек. Бірақ та әр дақылдың өзінің несі бар, тереңдігі бар. Оны агрономдармен ақылдасуларыңыз керек. Мысалы, мен білемін, алма ағаштар үшін 20, 40, 60, кейде терең ағаштар болатын болса, олардың несіне байланысты, биіктігіне, үлкендігіне байланысты 60-80, тамырдың тереңдігіне байланысты 60-80 сантиметрге дейін жерден анализге алып келулеріңіз керек. Жақсы. Соны маълымат болды. Анан айта кетсеңіз, бағалары бойынша, анан анализді алып келгеннен қанша күннен кейін даяр жиынтық шығады? Так, анализ, топырақтың анализі 36 000 теңге тұрады. Толығымен 17-16 көрсеткіштерге, және бұған 1 немесе 2 культураға агрономның рекомендациясы кіреді. Ал судың анализі 33 600 теңге тұрады, толық анализі. Қанша күннен даяр болады? Бүгін тастадық, мысалы біз. Суды тастадыңыз, біз дүйсенбіге анализдеріңіз дайын болады. Так, ошонда 4-5 күн нече болады? Ну, вообще су сіздер, қазір просто сіздер көп өткізіп отырсыздар. Ал егерде мысалы 10 шақты, 20 шақты су болатын болса, 1-2 күн, одан көп болмайды. Абдан жақсы. Топырақтықы 7-10 жұмыс күндерінде дайын болады, топырақтың анализі. Бұл бізден ошол дыйкандар берген акчалар, топырактын баардыгынын акылары, мындайча айтканда теңгеге алмаштырганбыз. Тилекчи экөөбүз санап атат азыр. Бул жакта бир канча миллион бар. Эми теңгеге алмаштырганда биздин сом күчтүүрөөк болгондуктан бул жакта акча көбүрөөк болуп калат экен. Ошондуктан санап азыркы учурда өткөрүп жаткан учурубуз. Канча миллион теңге бар деп ойлойсуздар бул жакта? Комментарийге жазып коюңуз.